Сәлем достар, бүгін мен орама дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге картошка, пияз, ет және де асқабақ керек болады. Дәміне қарай бұрыш, тұз, май барлығын қосып араластырып аламыз. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Бізге тұз, су және жұмыртқа керек болады. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне ұн салып, қатты қамыр илеп аламыз. Міне қамыр дайын болды. Қамырымызды 4-ге бөліп, домалақ етіп жайып аламыз. Міне достар, қамырымды жайып жатырмын. Осылай домалақтап, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болған екен, үстіне майды құйып, барлығын шет-шетін майлап аламыз. Енді үстіне фаршымызды саламыз. Енді қамырымызды біртіндеп осылай орай бастаймыз. Мантабатымызды майлап, осылай орамамызды саламыз. Қайнап тұрған судың үстіне орамамызды қойып, 45 минутта пісіріп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, маған лайк басып кетіңіздер. Міне достар, менің орамам дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер.